Сонымен бұрыштама добы Александр Симчевич қазір көтермек. Көрейік. Игорь Зинкович өткенде Батэ командасына керемет гол соққан. 30 метр жерден тағы да соққы баспен соққы бағыттап қалу әбден ықтимал. Әуелет асырылған пас және гол! Алдин Чидич! Босниялық шабуылшы деп айтқан болатынымыз кезінде шабуылда өнер көрсеткен, ал қазір Шахтердің қорғаушысы болып жүрген Алдин Чидич, босниялық ойыншы, ойынның есебін ашты. Есеп 1-0. Қадірменді ағайын, жеңістің басы, яғни құлағы көріне бастаған сияқты. Тамаша гол, әуелете асырылған пас және алғашқы гол бұрыштама добынан кіріп отыр. Жарайсың Алдин Чидич, мінеки бейне қайтылудан өздеріңізде көріп отырсыздар. Қақпашы соңына дейін ұмтылған Оргес Шехи, бірақ ешқандай да құтқаруға жағдайды мүмкіндік болмаған. Албаниялық ойыншы шығуы мүмкін, оған дейін Гедеминас Вичус. Пас, Муртазаев, офсайд емес, және гол! Роман Муртазаев! Руслан, мен саған жаңа ғана айттым ғой, бүгінгі ойында Роман Муртазаев міндетті түрде гол соғу керек деген болатын. Және бас бапкер Виктор Кумыков керемет ойыншыны шында да дәл дер кезінде шығара білетіндігін мойындатып отыр бізге қазір. Жарайсың, Роман. Расында да бас бапкердің керемет стратегия екен. Тағы да дәлелдеуде міне Роман Муртазаев. Топқа өзі жүгіріп барды. Тамаша. Және Федиченко. Гол! Қазақстанның құрамасының шабуылшысы Сергей Федиченко ойынның 90-шы минутында есепті еселетті. Есеп 3-0. Керемет, міне тамашалап отырсыздар. Борисовте өткен ойында да Сергей Федиченко гол салған болады екінші таймда. Тамаша, міне өзін тағы да бір Шахтердің қандылықтар барша Қазақстан жанкүйерлеріне өте үлкен футбол мерекесін жасауда. Міне тамаша соққы және сол аяқпен бағытталған. Тіпті Оргес Шехидің өзі қатты соққыны ұстай алмады бұл жолы.